Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге жасалу жолы өте оңай, таңғы асқа керемет үйлесетін, балаларын сүйіп жейтін панкейкісін жасайтын боламыз. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып аламыз. Оның үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз толығымен еру керек. Осы массамыздың үстіне бір пиала жылы сүтімізді құямыз. Үстіне 3 қасық сұйық майымызды құйып араластырып аламыз. Үстіне 1 шай қасық разрыхителімізді саламыз, араластырып аламыз. Енді ұнымызды саламыз. Ұнымызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп салатын боламыз. Әр бөлік салған кезде жақсылап араластырып тұруымыз керек, іртіктері қалмау керек. Мінекей бізде осындай әдемі қаймаққа ұқсас қою масса шығады. Қызып тұрған тапамызға ешқандай май жақпай, бірақ оты қатты болудың қажеті жоқ, орташа болу керек. Қатты ыстық болса, бірден қызарып күйіп кетеді. Осылайша қасықтың көмегімен құйып шығамыз. Қалаларыңызша біреу немесе бірден 3-4 пісірсеңіздер де болады. Қойғаннан соң біздің панкейкілеріміздің піскенін осындай кішкене майда-майда тесіктер шығатын болады. Осы уақытта асты пісті деген сөз, екінші бетін аударуымыз керек. Міне бізде өте дәмді, көрінісі ерекше, орталарына шоколад қосып жесеңіздер де керемет болып шығатын панкейкілеріміз дайын. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, каналыма тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Алдағы уақытта тағы керемет рецепттер шығатын болады.